Assalamu алейкум, hürmetli kanalımыздың ағзалары. Мінекей, бүгін біз көптен күткен Жеткербай ағамыздың ізінен келдік. Жеткербай аз реанимациядан палатаға көшті, жағдайы жақсы. Құда қалесе ұсының жақсы болып жүріп кетуіне тілектеспіз. Жеткердің жағдайын сорап атқанларға рахмет, әммеңізге жағдайын сорап қызығып жатырсыз. Жағдайлары жақсы. Қолларын қимылдатады, әрекет бар. Бұрын әрекетсіз қалып еді. Шүкір Аллаға. Халқыма рахмет, осы жерге дейін әкелді. Кәптің расымен бұл жерге жетемен де ойламадым расы. Жылаған күндерім болды, жыласам жұбатты. Рахмет жақсы инсанларға. Сүйеу болды арқама. Итермелеп әйтеуір. Әммеге рахмет. Осы жерде қарап атқан врачларымызға, медсестра қызларымызға да рахмет. Уақытында қарап атыр, массажын істеп атыр. Қоллары дәрт көрмесін, әммеге рахмет. Ешқашан жақын инсаныменен адамды сынамасын, ешкімнің басына самасын бұл күнді. Блогер балаларымызға да рахмет, әммесіне. Алла разы болсын, ораза айында істеген сауаплары Алла даргайында қабыл болып, семьясына еселеп қайтсын. Рахмет әммеңізге. Халқыма да рахмет, жақсы инсанлар бар екен. Шүкір бәріңізге рахмет. Жәрдем беремен деп кешірім хат жаздырып алды менен. Кешірім бергенме өкінемен. Бірінші операцияның бірінші этабы өтті. Рахмет халыққа, халық жәрдем берді. Халыққа бет салуға ұялып тұрман. Енді екінші операциясы құда қалесе 6 айдан соң давам еттіріледі екен. Ол қанша сума екенін білмеймін. Түркиялық врачлардың өзі келіп істейді екен оны да. Енді ұсақ ахуалға түсірген адамлар екінші операциясына жәрдем берсін. Бұрынғы ахуалына келтіріп берсін. Я келтірмейді екен, жәрдем бермейді екен. Тиесілі шара көрінуін, жазасын алынуын соранаман. Егер мені ішкісілерден көріп отырған болса, ілтимас көмек етің маған, жәрдем берің. Жазасын алсын. Ертең бұл істеген ісін және қайталайды бұлар. Әділ шара көрілсін. Ілтимас сіздерден.